1943 жылы қайым деді, елді көрмегелі 17 жыл болды деді. Жазда аманшылық болса сол елге барайын деп отырмын. Сол Мұхтар келерді қалдым енді. Бүгін көріп жүрмін, амандасып жұртыңда жүрдім. Семейде КГБ-ның бастығы болдым, Хамидуллин дейтін, полковник татар. Амандасып, қойым, ұйықсама деп бүйтіп жүрдім. Содан бір офицері келді. Сізді бүгін кешке Хамидуллин үйіне шақырып отыр. Үйіне бардым. Машамыз жалғыз отыр екен. Сосын бұрынғыдай емес. Сіз Мұқан әуезіп келеді ғой деп сөйтеді. Айғызды келеді ғой. Сіз қарсадыға барасыз ғой деді. Барам. Қайдан біле олғын? Сіз барсаңыз деді, осы жылы әуезіппен бірге боласыз. Сонда енді әуезіптің анда не сөйлегенін бәрімізге айтып келесіз. Сізге бұл тапсырма. Әуезіп, сіз әлі білмейсіз, сол баяғы националист әуезіп, баяғы алашар десіне өсіп жүрді. Сол әуезді Мұхтарды қарсы Абайға кеттік. Абайды сол бір айдай арладық, бармаған жеріміз жоқ, бар жер жүрдік. Содан қайттық, біздің үйде жатты Мұқан. Бір жұмадай. Содан кейін алматыға кетті, ананың бәрін айтқам жоқ. Әлгісін. Енді масқара ғой, көңіл. Сол Мұқан кеткеннен кейін әлгі Хамидуллин тағы шақырды. Шақырды, сосын ал, енді жаз деп сөйдеді. Жаз бір ай болдың ғой, біз не сөйлегенін бәрін білеміз. Бірақ сен жазып беруің керек. Мен ештеңе ондай сөйлеген жоқ, Мұхтар. Ештеңе жазбаймын, жаза алмаймын. Дебім арғы бір комнаттан тағы екі полковник шыға келді. Екі орыс. Үшеуі ортаға бақырып, бір жұма уақыт береміз саған. Бір жұма ұйқы жоқ. Мен жазбаймын, сосын бір жұмадан кейін жауады қойып. Содан кейін сол жұмасы таяған кезде бір күні пойызға міндім енді Мұхтарға бір көріне өлейін деп мойызғым кеттім. Әбден шаршап, мен көңілім бәрі бұзылып келген. Сосын бір нөмірге, 3-4 күзілік бір нөмірге, сонда бір жатсың, қатып қапты, нешің еттім. Тәңірдің бірі оятып тұр, Қабдылқайым дейді маған. Тұрыңыз, уақыт көп болды ғой, ұйқыңыз қанған шығар дейді. Басым жылы болсам, әлгі полковниға берейін. Ой, енді Мұқанды көрініп еттім. Ал Қабдылқайым бұлай болсын, мен сені ұмыт деді. Мен сені көрген жоқ, сен бізді көрген жоқсың. Содан кейін Мұқанға содан кейін бардым, жүрегім орнына түсіп, енді үйге келмейсің ғой, кеш келген. Жоқ, жолдастармен бірге сен сау түсемін.